Бесінші сабаққа қош келдіңіздер. Бесінші сабақта мен сіздерден сұрағым келіп тұр, кітап оқыған кезде ұйқыңыз келеді ме? Мен осыған дейін қаншама достарыммен сөйлескенде олардан сұраймын, олардың 85-90% кітап оқыған кезде ұйқысы келеді. Бұл не үшін? Оған үш түрлі себеп бар. Оның біріншісі, олар кітапты қай кезде оқиды? Мысалы, сіз қай кезде оқисыз? Әдетте адамдар жатар алдында оқып жатады. Жұмыстан келгеннен кейін энергиясы бітіп тұрған кезде кітап оқу керек деп кітап оқып жатады. Қарасаңыз, 2-3 беттен кейін ұйықтап қаласыз. Ұйықтасаңдар да ұйықтау үшін кітап оқитындар да болады. Яғни қараңғы түсе бастаған кезде адамның организмінде мелатонин деген гормон бөлінеді, ол адамның ұйқысын келтіреді. Сол үшін де кітапты жатар алдында емес, өзіңіздің сергек уақытыңызда оқуыңыз керек. Қай уақытта сергек боласыз? Таңертең, мүмкін түсте. Егер түнде сергек боламын десеңіз, түнде оқуға болады. Проблема жоқ. Өзіңіздің қай уақытта сергек екеніңізді біліп алыңыз, сол уақытта оқыңыз. Екіншісі, кітапты адамдар үзіліс оқыған кезде ұйқысы келеді. Не үшін? Біздің мектепте әр 45 минут сайын үзіліс беріп отырды. Бұның барлығы адамның миының жұмысына байланысты. Білесіздер, адамның миында екі түрлі жұмыс жүйесі болады. Біріншісі қысқа мерзімді, екіншісі ұзақ мерзімді. Мысалы, біз қысқа мерзімді оқыған кезде, біз ұйықтағанда қысқа мерзімде алған ақпараттарымыз ұзақ мерзімге келеді. Сол үшін де біз кітапты оқыған кезде әр жарты сағат сайын үзіліс жасап отыруымыз керек. Соның нәтижесінде қысқа мерзімдегі ақпараттар ұзақ мерзімдегі ақпаратқа көшетін болады. Если до конца оқи беретін болсаңыз, бір сағат бойы, ол кезде ми тоқтасашы, мен талдап тастайын да деген сияқты болады. Мысалы, сізде тәжірибеде бар шығар, сіз ұйықтар алдында бір тақпақ жаттадыңыз. Ұйықтап тұрғаннан кейін қайталасаңыз, оп-оңай қайталайсыз. Не үшін? Өйткені сіз ұйқының кезінде миыңыз есіктің алдында әкеліп тастаған бүкіл ақпараттарды қойманың ішіне полкаларға реттеп шықты да. Сол үшін де сіз тақпақты оңай жаттап алатыныңыз. Нәрсені есіңізде сақтаңыз, үзіліспен оқыңыз. Яғни арнайы помодоро деген әдіс бар. Сіз ол жерде 25 минут оқисыз да, 5 минут демалыс аласыз. 25 минут оқисыз да, денеңізді шынықтырып аласыз, немесе су ішіп аласыз, басқа нәрсемен айналысыңыз. Осы методпен оқысаңыз болады. Үшіншісі, ең негізгі себеп бұл мынандай нәрсе. Біздің көзіміз деген супер. Біз оның қабілеттерін білмей жатырмыз. Википедияда ғылыми материалдар берілген, біздің көзіміздің, яғни жұмыс жасау жүйесіне жететін ештеңе жетпейді. Әлі ешқандай аппарат, ешқандай телескоп та жоқ екен да. Біздің көзіміз 1 секундтың 500-ден 1 бөлігінде алғашқы ақпаратты сақтап үлгереді екен. 1 секундтың ішінде 1 секундты 500-ге бөлесіз. Мысалы, сіз жарты секунд уақыт аласыз да 500-ден 1 бөлігінде осы кезде уже ақпарат қабылдап үйренді. Осындай бір миымызда, көзімізде қабілеті бар кезде, ал біз оны қорланбасақ, өте бір қиын. Соған бір мысал ретінде келтіре аламын. Мысалы, бір көзіңізге бір нәрсе кірейін деп жатқан кезде көзіңізде бірден жұмып қалуыңыз, немесе құрылыста жүрген ағаларымыздың басына бірден түсініп жатқанса, оны сезініп қалуы, осының барлығы осы біздің көзіміздің нәтижесінде. Көзіңіз 1 миллиард битті ақпаратты қабылдап үлгереді. Бит дегенді жалпы білетін шығарсыз, информатикада өткен ақпаратты битпен өлшейді. Яғни сіз бір таудың төбесіне шығып, жан-жағыңызға қарасаңыз, бүкіл орман болсын, өзен болсын, жайлау болсын, барлығын сіздің көзіңіздің қарашығы көріп тұрады. Қарасаңыз, миллиардтаған битті ақпаратты сіздің көзіңіз қабылдап тұрады. Үшінші нәрсе, бұл көзіміздің кішкентай ғана қарашығында, көздің алмасында 130 миллионға жуық жарық рецепторлар бар. Қара түсті, ақ түсті, қызыл түсті, жасыл түсті, бүкіл түста ажырата алады. Мысалы, мен үшін қара түстің 2-ақ түсі болуы мүмкін. Қара түстің ашық түрі бар, тоқ түрі бар деген сияқты. Ал егер соны киім тігетін адамдарға апарып көрсетсеңіз, қара түстің 1000-ға жуық түрін сізге көрсете алады. Себебі біздің миымыз соған жауап беретін рецепторлар. Соған біздің миымыз 10 миллионға жуық түстерді ажырата алады. Біздің көзімізде сондай бір артық қабілеттер бар. Қараңыз, сізде осындай керемет ми бар, керемет көз бар. Егер біз оны пайдаланбасақ, ең мықты компьютерлер, тіпті ең мықты процессорлар біздің миымыз бен көзіміздің қызметін атқара алмай жатқан кездегі, біз оны пайдаланбасақ, әрине ұйқыңыз келеді. Тіпті араның миының өзі жаңағы процессорлардан, компьютерлерден мықтырақ. Біздің миымызды енді ойлай беріңіз, қандай деңгейде. Енді сіз дәл осындай мимен, осындай көзбен минутына бар жоғы 150 минут қана оқып жатсаңыз, қойшы оқымай қойшы тасташы дейді, біз қорғамашы дейді, көзіңізбен миыңыз. Сосын ұйықташы дейді. Содан кейін сізге ұйқыңыз келеді. Тағы да мынандай нәрсе бар. Мысалы, кейбір адамдар болады,
өздерінің қолдарына ең соңғы модельдегі телефондар ұстайды, iPhone 14, 15. Негізі ол iPhone 14, 15 ішінде өте үлкен функциялар бар да, бірақ оны адамдар тек WhatsApp-қа тек сөйлесуге қолданады. Бұл кезде ешқандай пайдасы жоқ, ол өзінің ақшасына тұрмайды деген сөз. Қысқаша осы көзіміздің ең алғашқы көзіміздің потенциалын қосылайық, екінші сергек кезімізде, үшіншісінде кітапты үзіліс жасап оқиық. Осы менің 5-ші сабақ бітті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.